Халықтан жасыратын нәрсе қалмады. Тұрсынбектің әйелі желіде тараған қауесетке жауап берді. Белгілі журналист Анна Данченко Айгүл Иманбаеваның тойына жалғыз өзі келген Тұрсынбектің әйелі Мөлдір Мұхановадан сұхбат алды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. skifnews.kz ақпарат порталының хабарлауынша, Анна Мөлдірдің өзі мен күйеуі жайлы қауесет туралы сұраған. Мөлдір өз кезегінде бұл әңгімелердің шындық екенін жасырмады. Қазір халықтан жасыратын нәрсе қалмады ғой, сөздің шыны керек. Отбасымызда болып жатқан жағдайды жігітіміздің абыройы үшін деп сабыр сақтап келіп едік. Халықтың арасына шығып кетті, деді Тұрсынбектің әйелі. Мөлдірдің жанында тұрған Нұрлан Еспанов та оған барынша өз қолдауын білдірді. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласы ғой, қызды қолдасаңдаршы. Ол тәй-тәй басып өнерге келіп жатыр. Ал біз аяқтан шала береміз, деді әнші. Ал журналист Анна Данченко да бұл жайтқа өз пікірін білдіріп, Мөлдірден өзі байқаған өзгерісті атады. Мөлдір сұхбатта көзі мөлдіреп тұр, деп жазды. Құрметті көрермендер, Мөлдір Мұханованың ел алдында шынайы ашылып, болған жағдайды сабырмен мойындауы үлкен жүректілік шығар. Қиын сәтте үнсіз қалмай, ашық сөйлей білуде адамның ішкі күші мен адалдығын көрсетеді. Бүгінде жеке өмірді елдің ермегіне айналдыру тым жиілеп кеткен сияқты. Бірақ әр адамның басында тағдыр, сезім, жан жарасы бар екенін естен шығармауымыз керек. Мөлдірге сын айтпас бұрын қолдау білдіру, үнсіз болса да жанашыр болу бізге жарасар еді. Нұрлан Еспановтың ағалық қолдауымен Анна Данченконың адамдық тұрғыдан түсіністік танытуы әрине көпшілікке үлгі боларлық әрекет. Бізге дәл осындай мейірім, сабыр және адамгершілік ауадай қажет сияқты. Мөлдірге шығармашылық шабыт, рухани күш тілеймін. Әр адамның тағдыры өзінің жолы. Ең бастысы адалдықпен, жүрекпен өмір сүру.